Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін біздермен бірге пряная вишня тортын дайындаймыз. Әрине де глютенсіз түрде. Ең алдымен құрғақ ингредиенттерімізді біріктіреміз. Миндаль ұны, күріш ұны, какао және мускатный орех, яғни үгітілген жаңғақ, сонымен қатар корица. Корица мен мускатный орех міндетті емес. Кейін жұмыртқаның ағы мен сарысын ажыратамыз. Жұмыртқалар бөлме температурасында болғаны жақсы, және де біздің пайдаланатын ыдыстарымыз құрғақ болуы міндетті. Ешқандай бір тамшы су болмауы қажет. Енді жұмыртқаның ағы мен сарысын ажыратқаннан кейін ағына тұз қосып жақсылап араластырамыз. Осылай аппақ болып көпіруі керек. Жай жылдамдығынан бастап жоғары жылдамдыққа дейін көтереміз. Және де оның үстіне қант қосып, одан сайын көпіріп, өзінің формасын, көлемін жақсы ұстайтын дәрежеге дейін араластырамыз. Оны біз миксердің басынан байқауымызға болады, немесе ыдысты төңкеріп қарасаңыздар болады. Міндетті түрде осындай болып шығуы керек. Енді сарыуызымызды араластырамыз. Миксердің басындағы ақуыз ондай әсер етпейді, бірақ міндетті түрде ақуызға сарыуыз тамып кетпеуі керек. Осылай көпірткеннен кейін сала беруіңізге болады. Енді екеуін біріктіреміз. Осылай жаймен араластырамыз. Видео тездетілген, сіздер жаймен араластырыңыздар. Төменнен жоғарыға қарай араластырамыз. Ақуызды басып алмауымыз қажет. Араластырып болдық. Енді құрғақ ингредиенттерімізді електен өткізіп қосамыз. Міндетті түрде електен өткізіп қосамыз, және де 3-2 бөлікке бөліп қосыңыздар. Сонымен қатар біз миндаль ұнын пайдаланып отырмыз. Миндаль ұнын електен өткізу қиынырақ. Сондықтан да қасықтың көмегімен електен өткізіңіз, тек оны артық ретінде алып тастамаңыз. Електен өткізу міндетті, сондай біздің массамызға ұнды қосқан кезде ұнның арасына ауа барады және жақсы болып көтеріледі. Осылай біздің қамырымыз дайын. Қамырды ұзақ ұстауға болмайды. Осы сәтте сіздің пешіңіз 180 градуста қызып тұруы керек, дап-дайын болып, және форманы дайындап бірден пісіреміз. Форма менде 21-5 см. Сіздер диаметрі 21 немесе 20-22 сантиметрлік формаларды пайдалансаңыздар болады. Енді осы қамырымызды дайын болған формамызға құямыз. Формаға құйғаннан кейін бірден пешке саламыз, бөлме температурасында ұзақ ұстамаймыз. Және де әрине де бетін тек істейміз. Себебі бір жері көп, бір жері аз болса, піспей қалуы мүмкін. Енді сироп жасаймыз пропиткаға, яғни ортасына бисквиттің үстіне сіңуі үшін жағылатын сұйықтық деп те айтуға болады. Ол үшін бізге шие, су, қант және ваниль экстракты қажет. Ваниль экстракты міндетті емес, сонымен қатар корица, мускатный орех қосуға болады. Енді осыны жай отқа қоямыз, орташа отқа, және кішкене қайнатамыз. Вишняны ешқайда алып тастамаймыз, оны біз қазір ортасына қосатын боламыз, және бөлме температурасында суытамыз. Енді құрғақ ыдысқа міндетті түрде құрғатып аламыз, шоколад саламыз. Менде шоколад осындай қара шоколад, капля, яғни тамшы түріндегі дөңгелек. Және қаймақ керек. Қаймақ бізде 20-25%. Менікі мына жерде 20%, негізі 25 болғаны жақсы. Ол әдетте президент қаймағы болады. Сондай қаймақ пайдаланыңыздар, себебі бұл қатты қоюландырмайды. Және шоколадты кішкене ғана суытамыз, себебі біздің шоколадымыз тұра-тұра қатады ғой. Сіздер қатқанша дейін осы қаймақпен араластырып тастау керексіздер. Енді осылай толыққанды араластырамыз. Бірнеше бөлікке бөліп қосу керек қаймақты. Енді біздің бисквитімізді қараңыздар. Бисквитіміз пісті. Осындай болып шықты. Ол тоңазытқышта бірнеше уақыт тұрды. Бөлме температурасына қоюға болады. Енді екі бөлікке бөліп аламыз осы кремімізді. Және де
шиеден жасалған сұйықтығымызды, пропиткаға арналған сиропымызды осылай сүзгіден өткіземіз. Шиелерін біз ортасына салатын боламыз. Осындай өте дәмді әрі әдемі сироп пайда болды. Енді біз тортымызды жинаймыз. Осындай торттың астына қоятын қағазға немесе кәдімгі өзіңіздің тарелкеңізге жинасаңыздар болады. Міндетті түрде ылғалдандыру жасаймыз, яғни пропитка. Және вишняларды, шиелерді орналастырамыз. Мен кейін сыртына осындай ацетатный пленканы салдым. Және де үстіне сироп қойдым, дәл солай крем жақтым. Және де бетіне шиелер қойдым. Кейін осы тортты тоңазытқышқа жібердім. Тоңазытқышта егер қоюға уақыт болмаса, кем дегенде жарты сағатқа мұздатқышқа кішкене қойып алсаңыздар болады. Немесе 15 минутқа да болады. Осылай сыртын креммен қаптаймыз. Мына крем сұйық болғандықтан мүлдем текстеуге келмеді. Бұл видеода мен ең алғаш рет жасаған болатынмын. Және де крем сұйық болғандықтан маған текстеу қиын болды. Бірақ та сұйық крем болғандықтан бұл тез тегістеледі. Және де осылай видеода көрсетілгендей вишнялары, яғни ішіндегі шиелері шығып кетіп жатса, онда ол сіздің жиегіне орналастырмау керек екендігіңізді білдіреді. Сіз алып тастаңыз немесе креммен қаптап тастаңыз. Енді кілегейді ысытамыз, орысша айтқанда сливкиді ысытамыз. Сливкиді сіздер сары май мен сүтпен жасасаңыздар болады. Яғни 50 мл сливки болса, 30 мл сүтпен 20 грамм сары май. Осылай ысы кілегейімізге шоколадты құйдық та, осылай біріктірдік, араластырдық. Енді оны пакетке салып қоямыз. Сыртына әртүрлі подтеки жасаймыз, яғни ағызулар. Және де бетін тегістейміз. Біздің тортымыз дайын, енді тек өзіңіздің қалауыңыз бойынша безендіресіз. Мен осылай безендірдім. Осындай шоколадтан әртүрлі безендірулер жасаған болатынмын. Егер сіздер осындай безендіруді қалай жасауға болатындығын білгілеріңіз келсе, видеоның астына пікірге қалдырып кетіңіз. Келесі видеоларының бірінде бәлкім көрсетіп қалармын. Және де мен осылай бетіне кондурин септім. Кондуринді осындай торттардың сыртын безендіру үшін пайдаланады. Ол ерімейді, осылай тұра береді. Біздің тортымыз дайын, өте әдемі болып шықты. Бұл менің жасаған торттарымның әдемілерінің бірі. Торт өте керемет болып шықты. Корицаның дәмі ерекше. Осындай жұп-жұмсақ болып шығады. Ерекше сіңген торт өте дәмді. Дайындап көруге кеңес беремін. Шиенің, шоколадты кремнің, корица, мускатный орех қосылған бисквиттің дәмі ерекше үйлеседі. Егер де видео пайдалы болған болса, видеоға лайк басып, пікір қалдырып кетіңіз.